Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы шыққан «Ловушка времени» атты ғылыми фантастикалық фильмді айтып беретін боламын. Что? Это времена года. Это солнце, движущееся по горизонту. Хоппер есімді археолог өзінің иті Боспен бірге 70-ші жылдары осы аймақта із-түзсіз жоғалып кеткен бір отбасын іздеп жүр. Бір кезде ол әлдебір үңгірді байқап, сонда қарай барады. Үңгірдің аузына жақындаған Хоппер іште қолына шам ұстаған ковбой киіміндегі ер адамды көрді. Және ол бір орында қатып қалған. Ал оның үстіндегі киім өткен ғасырдікі секілді. Хоппер үңгірге кіруге сескеніп, үйіне қайтады. Және көргендерін көмекшілері Тейлор мен Джекиге айтады. Олар Хоппермен бірге әлгі үңгірге баруды шешкенде, Хоппер оларға рұқсат етпей, бұл қауіпті екендігін айтып, үңгірге жалғыз өзі кіруді шешті. Ол үңгірге түскенде, жай көзге көрінбейтін қабырға сияқты ауа қабатын байқады. Бұл тосқауыл үңгірдің атмосферасын сыртқы әлемнен бөліп тұрған секілді. Хоппер қабырғадан ары қарай өткен сәтте, әлгі ковбой киіміндегі адам қозғала бастайды. Хоппер кеткеннен бері арадан 2 күн өтті. Ал көмекшілері болса одан әлі бірде-бір хабар алған жоқ. Сондықтан да Тейлор мен Джеки оны іздеуді шешті. Дегенмен өздерінде көлік жоқ болғандықтан, олар Кара есімді достарына қоңырау шалып, әкесінің жол талғамайтын көлігін айдап шығуын өтінеді. Кара өзімен бірге сіңлісі Вифті де ертіп алуды шешті. Өйткені ол археология туралы мектепке жоба дайындап жатыр екен. Ал Виф болса өзінің қасына сыныптасы Фербиді ертіп шығады. Олар белгіленген орынға жеткенде ескі фургонды көрді. Сөйтсе осы уақытқа дейін Хоппер өзінің отбасын іздеп жүрген екен. Және бұл фургон соларға тиесілі болған. Бір кезде олар үңгірдің басқа жағына апаратын арқанды байқап, сол арқылы ішке кіргенде арқанның кесілгенін көреді. Және бұл жіптің Хопперге тиесілі еместігі анық. Себебі ол өте ескі. Барлығы үңгірдің ішіне түсіп көруді шешті. Ал Ферби болса қатты қорқақ болғандықтан сыртта қалуды жөн көрді. Олар терең үңгірге түсіп бара жатқанда, Кара көзге көрінбейтін қабырғаны сезгендей болады. Және ауаның өзгере бастағанын байқайды. Сөйтіп олар көзге көрінбейтін қабырғадан өтіп кетеді. Осы уақытта үңгірдің басқа жағындағы Хоппер бір түрлі нәрселерді сезеді. Ал сыртқа қарағанда жыпылықтап тұрған жарықты байқайды. Әлдебірі үңгірдің аузында тұрып, прожектор жарығын қосып өшіріп тұрған сияқты. Ал содан соң ол үңгірден айқайлаған дауысты естиді. Шошып кеткен Хоппер далаға қашып шыққанда түн болып кеткенін көрді. Бір қызық, ол 5 минут бұрын үңгірге кіргенде дала жарық болатын. Айнала қатты өзгеріп кеткен. Ал оның көлігі болса қатты ескіріп, айдауға жарамсыз болып қалған. Ол үңгірдің ішінде бірнеше минут қана болғанда, сыртта ондаған жылдар өтіп кеткен секілді көрінді. Сондай-ақ Хоппер Караның көлігі мен Джекидің шаң басқан сөмкесін көріп, оларды іздеу үшін үңгірге қайта кіруді шешеді. Осы уақытта үңгірді енді аралауға кіріскен жастар кенеттен айқайлаған дауысты естіп, дереу үңгірден шығуды ұйғарды. Бірінші Джеки өрмелеп бара жатқан кезде арқан өздігінен үзіліп, ол Тейлордың үстіне құлайды. Сөйтіп Джеки аяғын шығарып алады, ал Тейлор білегін ауыртып алды. Ол екінші арқанды тартып көріп еді, ол да үзіліп кетеді. Олар арқанды қалжыңдап кескен Ферби болар деп ойлады. Сөйтіп рация арқылы онымен байланысуға тырысады. Алайда ол жауап бермеді. Бір кезде рациядан көмек сұрап жатқан біртүрлі дауыс естіле бастайды. Басқа амалдары қалмаған олар жаралы Джекиді сонда қалдырып, өздері үңгірге тереңірек кіріп, басқа жол табуды шешті. Біраздан соң олар үңгірдің басқа жағынан мойны сынып, өліп жатқан Фербиді көреді. Ал оның төмен түскен арқаны үзіліп жатыр. Олар Фербидің камерасындағы жазбаны көре бастады. Видеода ол Хоппердің әкесінің күнделігін тауып алып, оқып жатыр. Күнделікте бұл үңгірде емдік қасиеті бар ерекше бұлақ көзі бар деп жазылған. Және Хоппердің қарындасы науқас болғандықтан, оның ата-анасы бұлақты іздеп осы үңгірге келген екен. Достар, 4 наурызда Ланс пен Лил арасында қызықты матч өтеді. Ал бұл видеоның демеушісі BricsBet. Мұнда кез келген спорт немесе киберспорт түрлеріне бәс тігуге болады. Және менің Бекас промокодым бойынша алғашқы салымға 240 000 теңге бонус береді. Сілтеме бекітілген комментарияда. Ақылмен бәс тігіп жеңіске жетіңіз. Ферби оларды бірнеше күн бойы сыртта күтіп, шыдамы таусылған соң, оларды үңгірге түсіп іздеуді шешіпті. Ферби үшін арадан бірнеше күн өтсе, үңгірдегілер үшін небәрі бірнеше секунд өткен. Сөйтіп ол үңгірге түсе бастағанда оның жібі үзіліп кетіп, ол үңгірге құлап мойнын қайырып алған. Есін жиған соң рация арқылы Тейлордан көмек сұрап жатқанда, оған жабайы үңгір адамы шабуылдап, өлтіріп тастаған екен. Сондай-ақ бұл видеоның түсірілгеніне 2 күн болған. Ал олардың үңгірге түскеніне 1 сағатта болған жоқ. Тейлор мен Джеки жарақат алғандықтан, тек Кара мен Виф қана жоғары көтеріліп, көмек шақыра алады. Дегенмен Виф әлі кішкентай мектеп оқушысы болғандықтан, Кара өзі жалғыз шығуды шешті. Ол Фербидің түскен жермен көтеріліп, үңгірден шығады. Алайда жер беті қатты өзгеріп кеткен. Өсімдіктер мүлдем жоқ. Сондай-ақ ауаның құрамы өзгеріп, тыныс алу өте қиын. Кара байланыс ұстауға тырысып жатқанда, жақындап келе жатқан үлкен құмды дауылды байқайды. Ал аспанға қарағанда ұшып жүрген үшбұрышты белгісіз нысанды көреді. Кара амалсыздан үңгірге қайта түседі. Алайда барлығы оны
Неге көмек шақырмай 4 секундта үңгірге қайтып келдің деп айыптай бастайды. Дегенмен Кара жер бетінде жарты сағаттай болған еді. Сол сәтте олар сырттағы уақыт ішке қарағанда әлде қайда жылдам өтетінін түсінді. Сол себепті сырттан қарағанда үңгірдің ішіндегі адам мүлдем қозғалыссыз тұрған сияқты болып көрінеді. Және Тейлор арқандарды ешкім кеспегенін, олардың тозып кеткендіктен үзілгендігін түсінді. Олар Фербидің видеосын қайта қарап, күннің траекториясы өзгеріп жатқанын байқады. Демек бұл күн мен түннің ауысуы емес, жылдардың ауысуы. Әрбір көрінген жарқыл арадан 1 жыл өткендігін білдіреді. Үңгірдің ішінде өткен 5 секунд сырттағы 1 жылға тең. Демек олар үңгірге түскеннен бері жер бетінде 5500 жылдай уақыт өтіп кеткен. Кара тағы да жер бетіне шығуға тырысып жатқанда, кенеттен жоғары технологиялық саты пайда болып, сол арқылы скафандр киген алып жаратылыс иесі төмен түсе бастайды. Шуды естіп жабайы үңгір адамы келіп, оған тап береді. Дегенмен әлгі дау оны қозғалыссыз етіп тастады. Барлығы одан қорқып үңгірдің басқа жағына қарай қашады. Сөйтіп көп ұзамай ковбой киіміндегі адам мен Хоппердің ата-анасының өлі денелерін көрді. Және сол сәтте оларға жабайы үңгір адамдары шабуылдайды. Қыздар дереу бұл жерден қашып кетеді. Ал Тейлор оларды қорғау үшін қалды. Дегенмен жабайы адамдар оны сол сәтте өлтіріп тастайды. Біраздан соң бұл жерге Кара қайтып келіп, Тейлордың өліп жатқанын көріп жылап отырғанда, оған әлгі алып адам жақындап, жігітті көтеріп суға тастады. Және сол сәтте Тейлор қайта тіріледі. Алып адам қасиетті суды өзінің арнайы құтысына құйып алып жатқанда, жабайы адамдар пайда болып, оған шабуылдап, оның шлемін шешіп алды. Алып адам тұншыға бастайды. Дегенмен ол барлық жабайы адамдарды жеңеді. Ол өлмес бұрын оларға бір бейнежазбаны көрсетеді. Видеода жер беті тұруға жарамсыз күйге жетіп, адамдар тірі қалу үшін басқа планетаға көшкені көрсетілген. Сол сәтте олар өздерінде 2 таңдау ғана бар екендігін түсінді. Дәл қазір жер бетіне көтерілуге тырысып көру, немесе осы үңгірде мәңгілікке қалу. Тейлор үңгір үшін шолып жүріп, ауыр жараланған Хопперді көреді. Және тағы бір көзге көрінбейтін мөлдір қалың қабырғаны байқады. Қабырғаның ар жағында Хоппердің қарындасы және басқа да әртүрлі ғасырдың адамдары бір орында қозғалыссыз тұр. Және олар қасиетті суға қол жеткізу үшін шайқасып жатыр. Хоппер бұл қабырғалардың барлығы қасиетті суды адамзаттан қорғау үшін пайда болғандығын айтады. Және әр қабырғаның арғы жағында уақыт әртүрлі жылдамдықта өтеді екен. Олар қасиетті суға Фербиді келіп, оны қайта тірілтеді. Және сол сәтте оларға тағы да жабайы адамдар шабуылдай бастады. Басқа жол жоқ болғандықтан, олар әлгі жоғары технологиялық саты арқылы сыртқа шығуды шешеді. Дегенмен үңгірден шығатын жер суға толы екен. Кара суға қолын созған сәтте, оны әлде бір тіршілік иесі тартып әкетеді. Және бірнеше секунд өтпей жатып, арнайы костюм киген Кара қайтып келіп, жоғары технологиялық жіптер арқылы достарын құтқарып, өзімен алып кетеді. Фильмнің соңында Хоппер және оның ата-анасы мен қарындасы, сондай-ақ Ферби үлкен ғарыш кемесінің ішіндегі бассейнде оянады. Және олар жерден жырақтап, басқа планетаға қоныстануға ұшып бара жатыр.